Сәлем достар, видео басталмай тұрып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Шашты тез өсіру. Шашты қалай тез өсіруге болады деген сұраққа жауап алғыңыз келсе, бұл мақала сізге көмектеседі. Орташа есеппен алғанда шаш бір айда 1-2 см өседі. Бұл процесс қалай жүргізілетін болады? Үй жағдайында ұзын шаш өсіру. Ұзын шаш ерекше күтім қажет етеді. Шаш қатты ұзын болса, оған соғұрлым материал қажет болады. Егер қоректі заттар жеткіліксіз болса, шашты өсіру қиынға түседі. Сонымен қатар, шаштың тез өсуіне қарсы бастың терісінің жағдайы да байланысты. Біздің кеңестерімізге орындасаңыз, 1 айдың ішінде нәтижелер байқалады. Шашқа арналған маска жасаңыз. Масканы аптасына 1-2 рет фолликулалардың ынталандырып және шаштың өсу қарқынын жеделдету үшін қолданылады. Табиғи майлар маскалар өзіңіз жасаңыз, немесе дәріханалардан дайын маска сатып алыңыз. Бадам, миндальное, зәйтүн, оливкая, кокос және арган майлары қолданылады. Бұл майлар тек 3-4 сағаттан кейін ғана әсер етеді. Сондықтан масканы ұйықтар алдында дайындаған дұрыс. Басқа массаж жасау. Мұны істеу үшін табиғи майларды пайдаланыңыз. Бас терісінің массажы терінің жағдайына жақсарту және шаштың өсуіне ынталандырады. Басыңызды жуар алдында 1 сағат бойы массаж жасау керек. Массажды мойынның артынан бастап, біртіндеп шеке, тәжі және маңдайға көшіңіз. Шашта алма сірке суымен яблочный уксус шайыңыз. Бұл бастағы кірлерді жоюға арналған тиімді құрал. Оның шампунның орнына қолдануға болады. 2 стақан суға 1 қасық сірке суын қосыңыз. Шашыңызды осы қоспамен шайыңыз. Шашты өсіруге арналған диета. Біздің сұлулығымыз біздің жейтін тағамдарымызға байланысты. Ұзын, қалың және жылтыр шаш бұл қатаң диета. Шашты өсіру үшін дұрыс тамақтану керек. Ақуыз, белок, шаш пен тырнақтың құрылысы материалы мүмкіндігінше ет, балық, құс, жұмыртқа, ірімшік, бұршақ немесе жаңғақпен тамақтану қажет. Май қышқылдары. Коллаген мен кератин өндірісінде қатысатын элемент шаштың қалыңдауына және терінің тегістеуіне әсер етеді. Бұл зат біздің ағзамыз өндірілмейді. Ол тек қана ас арқылы келеді. Май қышқылдарының негізгі көзі болып табылатын күнбағыс және жүгері майынан назарына аударады. А витамині немесе ретинол. Ол балық майы, бауыр уылдырығы, сүт, сары майы, маргарин, қаймақ, ірімшік және жұмыртқаның сарысында ірі мөлшерде кездеседі. Сондай-ақ бұл витамин сәбіз, қызыл бұрыш, жасыл пияз, асқабақ және қызанақта кездеседі. Витамин С бұл күшті антиоксидант. Ол коллаген өндіруге және қан тамырларының дұрыс қызметін атқаруына көмектеседі. Цитрустың жемістері. Қарақат, тәтті бұрыш және қара кездеседі. Бұл тобындағы витаминдер